Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Менің есімім Гүлдана Жанәліқызы, дәрігер. Қазіргі кезде барлық Қазақстан бойынша вирустық инфекция жүріп жатыр. Температура, құрғақ жөтел, әлсіздік және күннен, яғни жарықтан, светобоязнь дейміз, жарыққа қараудан қорқу, жақтырмау болмаса. Осындай кезде, осындай вирустар жүріп жатыр. Сонда не істейміз? Яғни біз вирустың типін анықтауымыз керек. Бұл коронавирус па, жоқ басқа вирус па бізге әлі де белгісіз. Сол үшін қандай тактика жасаймыз? Егерде температура 4-5 күндері дейін созылатын болса, онда бізге анализ тапсыру керек. Қандай анализ тапсыру керек? Жалпы қан анализі, жалпы зәр анализі және С реактивный белок тапсыруымыз керек. СРБ деп аталаймыз. Осын тапсыруымыз керек. Одан кейін барып, міндетті түрде педиатрға, болмаса терапевтке қаралуымыз керек. Себебі бұндай өте жоғарғы температура, яғни светобоязнь, барлық дененің ауруын біз менингит, яғни бактериальный менингитті, болмаса вирустық менингитті жоққа шығарып алуымыз керек. Тіпті біз пневмония болуда мүмкін, асқынуы, бактериальный пневмония, болмаса вирустық пневмония болып кетуі мүмкін. Сол үшін осының барлығын біз жоққа шығарып алу үшін міндетті түрде педиатр болмаса терапевтке жүгінеміз, анализ тапсырамыз. Егерде сіздерде барлығы дұрыс вирустық болатын болса, инфекция болатын болса, ондай болса су береміз. Яғни суды қалай береміз? Жылы су береміз. Қайнаған жылы суды береміз. Оны бірден бір стаканды алып іше салу емес, ұрттап, ал кіші балаларға, кішкентай балаларға қасықпенен, болмаса 2 мл-лық, болмаса 5 мл-лық шприцқа жылы суды құйып, аузына жиі тамызамыз. Және де баланы жиі еміздірту керек. Одан кейін бары витамин D3 бересіз. D3-ні, мысалы, сіз профилактикалық дозада витамин D3 ішіп жүрсеңіз, енді соның дозасын 2 есеге ұлғайтасыз. С витамин дозасын 2 есеге ұлғайтасыз. Сұйық мөлшердегі тағамдарды ішесіз, жеміс-жидектерге. Ал егерде баланың мүлдем көңіл күйі болмаса, тамаққа деген тәбеті болмаса, ондай болса баланы қинап, тамақты берудің ешқандай қажеттілігі жоқ. Егерде мұрыннан су ағып жататын болса, физиологиялық ерітіндіні тамызып, мұрын аспираторы арқылы тазалап алуларыңызға болады. Себебі бұл мұрынға жиналған сұйықтық көп жағдайда балалардың төменгі тыныс алу жолдарына түсіп, обструктивті бронхитқа, болмаса кейбіреу айтады, осы мына жері баламны қырылдап тұрады, қыр етіп тұрады деп айтып жатады. Сол үшін дренажный массаж жасатып, рвотный рефлекс, яғни құсу рефлексін шақырасыздар. Массажды жасап, қолыңызды тазалап тұрып жуып, болмаса перчатка киіп, тілді төмен қарай басып жіберетін болсаңыздар, бала құсады. Сол құсқан кезде балада қақырығы бірге шығады. Солай көмек көрсетесіздер. Енді осы вирустық инфекция кезінде көп адамдардың жіберетін қателіктері. Бұл температура түспей жатыр деп, міндетті түрде 3-ші күннен бастап бірден антибиотикті тағайындайды. Бұл антибиотикті ішудің өзінің көрсеткіштері бар. Яғни сіздер анализ тапсырасыздар. Жалпы қан анализі, зәр анализі, СРБ тапсырған кезде анализден өзгеріс болып жатса ғана антибиотик ішуіңіз керек. Не үшін антибиотикті біз бірден бермейміз, не үшін тағайындамаймыз? Себебі бұл антибиотик организмнің иммундық системасын төмендетіп жібереді. Мысалға, сіз вирустық кезінде антибиотик беретін болсаңыз, онда сіздің ақшаңыз босқа далаға кетеді, еміңіз босқа далаға кетеді, ешқандай ем болмайды. Сіз тек қана организмнің төмендетесіз, иммунный системаны төмендетесіз. Одан кейін барып дисбактериоз басталады. Өйткені ішектегі түрлі адамға қажетті, иммундық жүйемізге қажетті микроорганизмдердің бәрін осы антибиотик арқылы жуып шығарып жібересіздер. Енді менің видеом сіздерге пайдалы болып жатырса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, подписаться етіңіздер. Сіздермен бірге болған дәрігер Гүлдана Жанәліқызы. Ауырмайық, сау болыңыздар.